Саламатсыздар ма? Бүгін Фаберлик бағдарламасын қалай телефонға көшіреміз. Сол жайында айтып кетемін. Android платформасында. Бірінші Play Marketке кіреміз. Play Market. Play Marketке кіргенде міне үстіңгі жағында поиск деген жерге жазасыз. Фаберлик деп. Шығып тұр Фаберлик Казахстан. Фаберлик установить деген батырманы басасыз. Сонда мына жерде дөңгелекше айналып загрузка, яғни жүктеу барысы басталады. Жүктеліп жатыр. Открыть батырмасын басасыздар, яғни ашу. Кейін берілген жалақшаларды дұрыс толтырып, покупкам деген батырманы басасыз. Сол кезде басты бет ашылады. Не болды? Главная страницаға тұрады. Мына жерде профиліңіз бар. Сіздің кіресіз вайттимен өзіңіздің номер, пароліңізді енгізіп кіріп, арай жұмыс жасай бересіздер. Шығып, жаңағы жазып алған приложенияларыңыз менюда тұрады. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Комментарияға жазып кетіңіздер.